Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен бірге қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дәрігер мен сұхбат деп аталады. Оқу мақсаты: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшеліктерін салыстыра талдау. Жанрлық және де стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазу. Бағалау критерийі: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшеліктерін салыстыра талдайды. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолданады. Тақырыпты шынайы өмірмен байланыстыра отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазады. Ақ халатты абзал жандар. Осы сөзді естіген кезде көз алдымызға бірден дәрігерлер елестеді. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Дәрігерлер не себепті ақ түсті халат киеді? Осы сұрақтың жауабын білу үшін сіздерменен бірге мынандай бейне материалды тамашалайық. Дәрігерлер неліктен ақ түсті халат киеді? Дәрігерлердің қызыл емес, сары емес неліктен дәл ақ түсті халат киетіні жайлы ойланып көріп пе едіңіз? Ақ халат жайлы ең алғаш рет 18 ғасырдың екінші жартысында айтылды. Оған дейін дәрігерлердің униформасы алжапқыш пен қолғаптан ғана тұрды. Дәрігерлердің ақ түсті киім кию керектігі туралы алғаш рет ағылшындар айтты. Ағылшындық дәрігер Джозеф Листер ақ түсті киімнің антисептикалық қасиеттері жайлы тұжырымдама жасап, осы тақырыпта ғылыми полемика бастады. Сондай-ақ өткен ғасырда ақ халатына қарап дәрігердің шеберлігін, жасаған операциясының сапасын ақ халатына деген қан дақтарына қарап анықтайтын болған. Оның үстіне колориметрияның түстерді зерттейтін ғылымның айтуынша, ақ түсті адамды жұмысына бар ықыласымен берілуге, ашықтық, ойдың толыққандылығына, жинақылыққа, тазалыққа бағыттайды. Яғни науқастарға жақсы әсер етеді, дәрігерлерге деген сенімін арттырады. Ғалымдардың зерттеуі бойынша дәрігер ақ түсті халат кисе, қателікті аз жасайды. Ақ түс жұмысына жауапкершілікпен, адалдықпен қарауға, адамдардың өміріне жауапты екендігін сезінуге көмектеседі. Жақсы балалар. Осы бейне материал арқылы сұрағымызға жауап алдық деп ойлаймын. Біздің еліміздегі осындай ақ халатты абзал жандардың бірі Камал Сәруарұлы Ормантаев. Бүгін сабағымызда осы ақ халатты абзал жанның сұхбатымен танысатын боламыз. Камал Сәруарұлы Ормантаев кім? Қазақстандық балалар хирургиясының негізін қалаушы ғалым, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің үздігі, Қазақстан Республикасының ғылым мен техника саласындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Ал енді балалар, академик Камал Ормантаевтың сұхбатын мұқият тыңдаймыз. Бүгінгі бала ертеңгі болашақ, сондықтан ұрпақ саулығы қоғамның басты назарында болуы тиіс. Бірақ қазір балалардың денсаулығы әлсіреп кетті деп жатамыз. Сол рас па? Әр адам үшін денінің сау болуы маңызды. Бәрі ұзақ өмір сүргісі келеді. Бірақ денсаулықты күтудің жөні бір бөлек. Біздің есебіміз бойынша аурудың 14 000 түрі бар. Әр қайсының пайда болу себебі әртүрлі екенін ескере отырып, көп аурудың тұқым қуалаушылық арқылы берілетінін айтқым келеді. Баланың денсаулығы 9 ай бойы құрсағында көтерген анасының денсаулығына байланысты болады. Аурудың пайда болуының екінші себебі тамақ ішуіне, үшінші дене қозғалысына, төртінші жұмыс істеу түріне байланысты. Мысалы, көп адамдардың жүйкесі жұқарып жүреді, содан жүйке аурулары пайда болады. Негізі ауру түрі көп, соның ішінде негізгілерін айтып отырмын. Балаға дәріні көп берген дұрыс па? Мысалы, бір дәрігерге барсаң, ол саған 5-7 дәрі береді. 3 дәрігерге барсаң, 15-20 дәрі жазып беру мүмкін. Оның бәрін ішу мүмкін емес. Дәрінің өзі химиялық у. Дәрі бір мүшеге жеткенше барлық мүшені аралап шығады. Сондықтан дәріні көп ішкен дұрыс емес.
бірақ дәрі ішпей болмайтын аурулар бар. Мәселен, бронх демікпесі, қант диабеті, жүрек қан тамырлар жүйесі ауруларында дәрі ішуге мәжбүрсің, ал бізде барлық ауруларға бірден дәрі береді. Бұл сұхбат балалар Айқын KZ сайтынан алынған екен. Осы дәрігерменен сұхбатта қандай мәселе көтеріледі? Сұхбатта көтеріліп отырған мәселе қазіргі қоғамда қаншалықты өзекті маңызға ие. Жақсы балалар, осы сұхбаттың негізінде жазба жұмыстарын бастамас бұрын ең алдыменен өткен сабақтарға шолу жасайық. Бұл жерде көптік жалғауының түрлері берілген, оларды мысалдарменен сәйкестендіреміз. Жақсы балалар, енді өзіңді тексер айдары бойынша жалғаулардың түрлерін талдап өтейік. Көптік жалғау, жаңалықтар. Тар деген көптік жалғауының жалғану арқылы жасалып тұр. Септік жалғауы, кітаптан. Неден? Кітаптан. Шығыс септігінде тұр. Тәуелдік жалғау, апаларың. Сенің апаларың. Тәуелдік жалғауының екінші жағы жекеше түрінде тұр. Жіктік жалғау, әнші сіздер. Жіктік жалғауының екінші жағы көпше түрінің сыпайы түрінде тұр. Жақсы балалар, енді жазылым тапсырмаларына көшейік. Мәтіндегі жалғаулы сөздерді тауып, кестеге жазыңыздар. Дескриптор. Мәтінде көтерілген мәселені анықтайды, мәтіннен жалғаудың түрлерін табады. Келесі тапсырма. Жазылым. Аурудың себептері және одан сақтану деген тақырыпта төменгі сынып оқушыларына нұсқаулық жазыңыздар. Мәтіннен алынған ақпараттарды негізге ала отырып, және де тілдік құралдарды орынды қолдана отырып, нұсқаулық жазамыз. Дескриптор. Ақпараттарды қолданып нұсқаулық жазады, тілдік құралдарды қолданады. Жақсы балалар, енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында ой түрткі әдісі арқылы кері байланыс жасайық. Дәрігерге соңғы рет қашан болдыңыздар? Аурудың алдын алудың қандай жолдары бар? Денсаулықты сақтау үшін не істеу керек? Осы сұрақтарға жауап берейік. Үйге тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Кестеде берілген ой пікірлердің дұрыс-бұрыстығын анықтаңыздар. Осымен бүгінгі біздің қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабаққа қатысып мұқият тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.